Ассалаумағалейкум достар, сөйлеп отқан Айбек. Көпшіліктің сұрауы бойынша Зируза апамыздың Айт енді өлеңіне әуенсіз түріп көрдім. Достар, бұл ешқандай да жамандау және мазақтау емес, сондықтан жаман түсініп қалмаңыздар. Ендеше достар, осы видеоны көрмей тұрып каналға жазылып кетсең, өте керемет болар еді. Ал біз видеомызды бастаймыз. Айт енді. Машинамды бекер беріппін, біреудің машинасы екен деп далаға тастап кетіпті. Есікті ашық тастаған. What the fuck, не істеп кеткен менің машинама? Көрсетермін мен әлі оған. WhatsApp-тан сообщение келіп жатыр ғой. Қазір барып қайтайыншы, өзім бармасам болмайын деп тұр ғой мынау. Мынаның бәрін қара, оркестрді қара, бәрі қатып қалыпты. Мынаның басына гитара егізіп кетіпті ғой, мыналарды қара. Мынауың ауын ашып қатып қалыпты. Өлді ау қасқа. Ойбай, арқам-ай, Зируза құтқар, арқам, өле қал. Әдемі күртеше екен, жаурақ болдым ғой. Сен мен кепкімді ал, абайла бірақ бет шығып кетпесін. Жаныма машинамды шіртіп кетіпсің ғой. Мен шірткен жоқпын. Неге шіртесің дейм? Саған менімен ойнаған екенсің. Қасқалар, жабысып өлің. Қояма мынау, жынды ма?